Сәлеметсіздер ме? Анамның бала кезінде жиі әзірлейтін салат түрімен бөлісемін. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен етімізді суымызға салып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін көбігін аламыз және де тұзымызды салып, алдын ала жуып, ашылып қойған сәбіз бен картоптарымызды салып, толықтай піскенше пісіріп аламыз. Осы арада уақытымызды үнемдеп, қамырымызды илей береміз. Яғни бешбармаққа жасағандай су, тұз, жұмыртқаны қосып, сәл қаттылау етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 15-20 минутқа пакетке орап қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін тағы да пакетімізді ашып, қамырымызды жақсылап илейміз. Илеп болғаннан кейін тағы да пакетімізге орап, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде қамырымыз өте әдемі болып шығады. Осы арада картоп, ет, сәбізіміздің барлығы пісіп шығады. Енді жаңағы дайын болған қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Жайылған қамырды оқтауымызға орап, ортасынан кесіп, дәл видеодағыдай сәл жұқалау етіп, барлығын турап шығамыз. Қамырымыз қаттылау қылып илегеннен кейін осылай әдемі болып шықты. Енді салатын тарелкамызды дайындаймыз. Алдын ала пісіріп, суытып, турап алған етімізді астына жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін үстінен сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Сәбізден кейін картопымызды да үкіштен өткізіп аламыз. Ет болмаса, еттің орнына жұмыртқамен жасасаңыздар болады, немесе құр картоппен сәбізден жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Енді үстінен майонезімізді құйып шығамыз. Әр қабаттың ортасына майонез жақсаңыздар болады, немесе осылай мен сияқты 3 қабаттан кейін майонезді сәл көптеу етіп салсаңыздар да болады. Суымыз қайнады. Енді осы кезде айта кететін жайт, тұз салған кезде сәл көптеу етіп саламыз. Себебі қазір қамырымызды пісіріп алғаннан кейін оны мұздай суға салып алатын боламыз. Сол кезде тұз аз болып қалуы мүмкін. Осы жерде тұзды сәл көптеу салуды ұмытпаңыздар. Қамырымыз да пісіп дайын болды. Енді оның суын ағызып, мұздай суға салып аламыз. Суы толықтай ағып болғаннан кейін осы жаңағы дайындап қойған картоптарымыздың үстінен салып шығамыз қамырларымызды. Барлығын салып болғаннан кейін қайтадан үстінен майонез жағып шығамыз. Видеом ұнап, пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің бір басқан батырмаларыңыз бен қалдырған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қосып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алдын ала көп рахмет. Осылай салатымыз 1-2 сағат тұрғаннан кейін торт тәрізді етіп, кесіп қолдана берсеңіздер болады. Негізгі бұл салаттың атауы лапша под шубой. Енді сіздердің көмектеріңізбен осы салатқа қазақша ат қойсам деп отырмын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийде қалдыра кетсеңіздер. Яғни бұл салатты қазақша қалай атауға болады. Сіздердің комментарийларыңызды оқып болғаннан кейін Instagram парақшамда қандай ат қойғанымды айта кететін боламын. Instagram парақшама да жазыла кетіңіздер. Содан соң осы салатты араластырып жеген әдемі болады. Яғни майонездің барлығы араласып өте керемет болып шығады.
Бұл тамақтың тағы да бір артықшылығы, үйіңізде үлкен қарт кісілер болса, осылай қайнатпа сорпа қылып берсеңіздер де өте керемет болады. Яғни қайнатып алған етіміздің сорпасына кішкене ет, картоп, сәбіз қамырымыздан ап қалып, осылай сорпа қылып берсеңіздер де жақсы болады. Яғни 2 тамақ жасап жатпайсыз, бір жасаған тамағымызбен 2 түрлі қылып берсеңіздер болады. Яғни бірі салат, бірі қайнатпа сорпа. Астарыңыз дәмді болсын, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.